ғаламтор тола теріс ағымда уағыздар. Соны балаңыз естіп жатыр ма? Мен жиі айтам, балаңыз қандай контент көріп жатыр, тексеріңіздер деп. Біздің әке-шешелер, еркектер әйелін тексереді, әйел күйеуін тексереді. Это мечта. Телефон тексеріп шығу, кімнен сообщение келіп жатыр, кімге жазып жатыр, это арман. Сол үшін Пентагонның коды қойып қойған, Пентагонның коды. Біз наоборот, әйелдікін емес, балаңдыкін тексер, қызыңдыкін. Прям қолынан алып, поискті кіріп, қандай нәрсені көріп жатыр, қай контентті көріп жатыр, кімге не жазып жатыр. Біз мына педофилдер неден шығып жатыр? Ата-ана қарамағаннан шығып жатыр. Интернетте ролик жүр, өзіңіз де көрген боларсыз. Мамасы телефонды былай қарап жатыр, қарап отыр автобуста, көлікте, қызы кішкентай 4-6-7 жастағы қызы былай қарап отыр. Қыздың көрген ұятсыз видео көріп отыр, артындағы адам телефон шығарып түсіріп алған. Аңдайтын адамды аңдымай жатырмыз. Міне біздің болашағымыз. Ол қисық күйеуді түзете алмайсың сен. Қисық әйелді оны түзете, Құдай оны өзіне ақыл берсін. Болды. Сіз айтқанша зрелый возрастта дегенде, ол өзіне ақыл берсін Құдай. Оны қатар өте қиын. Біз мына келешекпен жұмыс істеуіміз керек. Болашақ бізге керек.